Быйылғы көктем бір ерте шығып, шөп жақсы көрініп келе жатыр ғой. Бірақ малдың ауруы да соның көбейіпті. Осы жақында ғана 5-6 күндікте Жетібайдың қасындағы шаруа қожалықтарынан сол жерінен бір өттеме шығып, құрып ең өттеме дейтін аурулар бір шаруашылықтан шығып, соған дәрісін апарып, басқа да шараларын қолданып сәл басып келіп едік осы 1-2 күндікте. Содан келе бере алдыңғы күні мына Жармыштың жоғары жағында Күркілеуіктің маңындағы тағы шаруашылықтан тағы да осындай 2 серкеміз өліп барды деп хабар келді. Соны алып мынаны қалай қыламыз? Мынау не жат деп. Соны қазір енді барлық жағдай бар. Видеосын салып жіберген екен, жаңағы өлген малдың ішін жарып, былай жаңағы органдарын көрсетіп. Сол бұл да өттеме деген ауру болып шықты. Содан ал енді кешікпей тек өздерінің дәрігерлеріне хабарла, сосын ауданға хабарла. Тездетіп шарасын алмасаң, енді қойдан айырыласың деп, күніне 20-30-дан өле береді деп. О жігітке де солай деп тапсырма бердім. Енді осы бүгін жаңа түстің алдында бір жігіт қоймай соққан екен, 10 шақты рет маған телефон соқты. Қора жаққа кетіп қалып, қайтып келіп, телефонменен қайта хабарласып еді. Бұл Ақшымыраудан бір Дәулетәлі жігіт болып шықты. Бұда тек жаңа 2 үлкен серке өліп қалды, соны бауыздап сойып, қазанға салып, соны жаңа кашиге қосып жатқан шығар енді. Сол сөйтіп жатқанымызда бір түрлі кашінің иісі жаман болып кетті. Соны сізге тек ойбай мынау қалай болып кетті деп сізге соғып жатқанымыз еді дейді. Соны кәне еттерін көрсетші, шекқарын көрсетші дедім ғой. Сол бойда видеоменен қосылып көрдік. Көрсіп, бұнда жаңағы өттеменің барлық белгісі келіп тұрды. Соны қой енді. Мынау болмайтын ғой, бұны түгел далаға тастайсыңыз. Енді сен оны бауыздауды қой. Бауыздауға болмайды, ішін ашуға болмайды. Бұдан өлген малы. Сондықтан сен жаңағы дәрігерге хабарла деп, сол жаңағы аудандағы дәрігерлердің телефонын беріп, ал тездетіп шарасын алмасаңыз, тек 20-30-дан қой өледі, көршілеріңе де жоғар. Бұл деген тек етек алып шыға келеді. Ал тездетіп соны хабарла, дәрігерлер шарасын алып, вакцинасын әкеліп, тездетіп егуді ұйымдастырмаса, жағдайын қиын болады деп, бұл жігітке де сол жағдайын айтып тапсырма бердік. Сонымен не керек? Сол айналдырған 5-6 күннің ішінде 3 жерден осындай малдың індетті ауруы шығып отыр да. Сондықтан бұл енді көктемнің де бір енді қарабалас шағы ғой. Дегенмен сол адамдар тамаққа, сосын басқаға ауырған малдың тек сойып алып жейміз деп ұмтылмай, не болса да бірінші бір хабарласып біліп не қылған ауру екенін анықтап алмаса болмайды деп ескерткім келеді. Бұл өттеменің себебі қандай, неден шығады, белгілері қандай? Себебі қазіргі енді мына шөп деген тез көтеріліп келе жатыр ғой. Сол көтеріліп келе жатқанда мына таңертең кезде өзінің күн сәл салқын болады да шық болады шөпте. Сол шықпенен қосып жайылған кезде топырақтың арасынан ұлы шөптердің уыт шығады, жаңағы жердің астынан ұлт болып шөптің уланып шығады да шөптің. Ол шөп мысалы түске таман шық кеуіп, сосын күн жарқырап шықса, жердің бәрі кепкесін, ол у болмауы мүмкін. Бірақ таңертең жаңағыдай у болады. Сондықтан қойды өсігін тіпті жай шығару керек та. Қазіргі мезгілде 10:30-10'da шығарса да үлгереді. Мал деген 1 сағат жайса тояды. Сондықтан таңертең ашық болу керек. Бұл өттемемен ірі қаралар ауыра ма? Түйе де ауырады өттемемен. Негізі қоймен ешкі ауырады. Және ешкі мен қойдікі сондай сұрапыл тек ауырғаны түгел өле бастайды. Сондықтан бұл жаңағы ең білмеген 1-2 сағат таңертең кешіккеннен одан ештеңеден ұтылмайсыңыз. Таңертең жай шығару керек. Жер кепкесін, шөп кепкесін шығару керек. Қандай белгілері бар өттеменің? Белгісі тек өзіңді байқамайсың, тек қойдың іші тасырайып, әр жерде жығылады да өле береді.
Башқа адамға айтатын қатты белгісі жоқ. Тек ішіне бір-екі рет қарайды, сосын жығылады. Сол жерде барсаң өліп жатады. Сондай тез әсер етеді. Іші күйіп кете ме? Іші нәм болып күйіп кетеді де, сол өліп жатады. Бұл сонда өттеме деген өті күйіп кете ме? Өттеме деген жаңағы шөптің құрамындағы ұлт. Сол ана малдың организміне әсер етеді де, содан барып улайды организмді. Соған жаңағы бүкіл ол тек жаңағы мына азық жол емес, малдың бүкіл денесіне у жайылып кетеді. Сол ол негізі малды өлтіреді. Бұнда қандай ем сондар бар? Ем болғанда негізі осы өттеме болады ау деген жылы саулықтарды жаңағы күйіктен өткесін 2 айдың ішінде жаңағы вакцинамен егіп қоюға болады. Қандай вакцина? Жаңағы өттеменің өзіне арналған әдейі шығатын вакцина бар. Осы негізі Қазақстаннан шығады. Соныменен жаңағы малды мысалы декабрьде, желтоқсанда мысалы егіп қойса, ол өттемеден қорықпай өтуге болады. Бірақ енді оның бәрі сақталып жатқан жоқ, сондықтан мына осы уақытта бір шаруаның адамдары өте сақ болу керек те. Сіздің кітабыңызда бұл өттеме туралы айтылған ба? Кітапта түгелдей барлық жағдайын жазып, осы түгел жазылған. Жаңа айтпақшы, жаңа Ақшымыраудың жігіті кітабыңызды оқып, сонымен салыстырып, содан өттеме екеніне өзім көзім жетіп отырады деп сөйдетті. Соған кітапты оқығаннан ол уже диагнозын новайлап біліп отыр. Бірақ енді арт жағында жаңа адамға продукциясын пайдалануға болмайды дегенде, оған енді оқымаған, не болмаса не болса көрейік, жеке малымыз ғой деп ойлаған. Бірақ ол продукциясын пайдалануға болмайды, өйткені бойына уыт тарап кеткен қойдың еті адамда улайды. Оның тіпті сойып та қажет жоқ қой. Тіпті сойып қажет жоқ, өттеме дедің бе, ол не болса да, оны тек шама келсе ертерек өртеп жіберген. Далаға апарып өртеп. Далаға апарып өртеп жіберген. Бұл жұға ма? Жұққанда жаңағы бірге жайылады ғой, мысалы бір отар ғой. Соның бәрі содан жаңағы ішіндегі абзорлары ертерек жайылғанда ішінде күйі барлары өле бастайды. Ал ана арықтары ондай өлмейді. Жаңағы күйі барлары ертерек жаңағы ұмтылып жайылып жүргендер солар өледі. Басқа не айта аласыз өттеме жөнінде? Енді жаңағы алдына да салатын өкіл бар екенін айттым. Енді ауру шыққан бойда да сол өкіл салса, енді ауырмаған малдар, ауырған сірә өледі ғой, ауырмаған малдар енді ауырмай кетуге мүмкіндігі бар. Ол дәрінің аты қандай? Аты өттеменің вакцина деген 4 түрлі аурудың жазылған сыртында. Орысшасы жаңа брадзоттың, энтеротоксемияның, сосын дизентерияның вакцина деп сыртына жазылғанда, орысшасында. Енді қазақша брадзотты өттеме деп атаймыз ғой. Энтеротоксемия дегеніміз құрбүйен деген ауру. Дизентерия деген енді ол түсінікті, балдарда да болатын, тышқақта болатын. Мал дәрігерлік аптекалерде болады ғой да? Сол енді дәрі аптекалерде болмайды осы күндер. Мен енді мына шетпедегі Айтбектің аптекісіне әдейі алдырып қойғанмын. Бірақ енді нағыз мал енді табылмай жатқанда соны пайдалансын деп. Сол қазір мына Айтбектің аптекісінде дәрілер бар. Ал қазақ емде қандай жолдар бар? Қазақ емде де баяғыда ошалдар ол осындай көктемнің уақытында түнге қарай жаяды екен. Кештен түннің ортасына дейін жаяды. Сосын таңертең қой келіп өзі жатады. Қосымен табыстырып жатады. Соған не керек? Сиыр сәске болғанша оқой қозғалмайды. Содан сол жаңағы сиыр сәске дегеніміз 10,5 ғой. Сол 10,5-да уже жердің беті кебет, шөп кебет. Содан ошалдардың қойы ондай өттемеге көп ұрына бермейді екен өзі. Бірақ өздері біледі, ертеде таңертең ерте жаюға шығаруды шығармау керек екенін өздері біледі, сондықтан ерте шығармайды екен. Түніменен түннің ортасына дейін жаяды да, таңертең сосын қосымен жамыратып қой жатады. Сиыр сәскеден кейін үреді. Сөйтіп ошалдар оның әдісін біліп, соған бұған тап болмай өтіп тұрған. Жақсы, онда құрметті оқырмандар, қазақта сөз бар, мал жанымыз аман болсын дейді.
бұрыннан келе жатқан. Сосын мына халыққа болсын деген ниетпенен Қарекең осы хабарын айтып отыр. Әлде осындай хабарлар болатын болса шығар. Қарекеңнің кітабы да бар, мал аурулары және емдеу жолдары дейтін. Қазір осы жерге бәрі телефондарын жазып кетемін. Алыңыздар, оқыңыздар, зияны жоқ. Адам емдемесеңіздер де әйтеуір қайсы улы, қайсысы жеуге болады, жеуге болмайды, соны білуге болады.